Hello my friends, how are you? Бүгін бізде достар ағылшын тілін тез үйрену үшін керекті 400 сөзді үйренетін боламыз. Видеоны толық көрмес бұрын әрине менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Жалпы сайттарда Алекс Чоузовтың ағылшынша сөздік қорының негізін құрайтын 400 сөз туралы мақаласын жариялаған. Автордың пайымдауынша, алдымен осы сөздерді меңгеру арқылы сөздік қорын байытып отырсақ, ағылшын тілін тез үйреніп, түсініп кетуімізге өте қолайлы екен. Оксфорд университеті тілдің түрлі қолданыстағы нұсқаларын жинап, сараптама жасаған. Зерттеуде әдеби шығармалар, баспасөз беттері, желідегі чаттар, электронды хаттар және блогтардағы жазбалар да қамтылған. Жалпы зерттеу нәтижесі бойынша ағылшын тіліндегі ең көп қолданылатын 100 сөз ағылшынша мәтіндердің 50%-ында қолданылады екен. Бұған әдеби шығармалар және салалық мақалалар кірмейді. Егер бұл танымал 100 сөзге жиі қолданылатын 100 зат есімді, 100 етістік пен 100 сын есімді қосатын болсақ, ағылшынша мәтіннің 75%-ын түсінетін боламыз. Кейін сөздік қорымызға жаңа сөздер қосып, байытып отыратын боламыз. Практикалық кеңестер. Ең бірінші 400 сөздің бәрін жаттауға тырыспаңыз. Олар тек мәтінді оқыған кезде, жазған кезде, сөйлеген кезде ғана қолдануға тырысуымыз керек. Себебі 400 сөздің бәрін біз жаттайтын болсақ, оны біз міндетті түрде ұмытып қаламыз. Екінші, тіл білу бұл сөздік қорының байлығы арқылы өлшенбейді. Яғни сіздің сөздік қорыңызда қанша сөз бар, сіз оған қатысты емессіз, басқа тілді білесіз бе, білмейсіз бе. Тек ойыңызды дұрыс жеткізсеңіз және де сөздерді дұрыс қолдансаңыз болды. Міне, сол арқылы ғана сіздің басқа тілді білу, білмеуіңіз өлшенеді. Мен ана сөзді білмеймін, мына сөзді білмеймін деп қорықпай қойыңыздар. Келесі біз осы 4 сөзді көзімізбен жаттап, сөзбе-сөз жаттамай, тек ойымызға сақтап алатын болсақ, осы сөздер арқылы ойымызды дұрыс жеткіземіз. Және де соған тез машықтанатын боламыз. Сөздерді тез жеткізуге, сөйлеуге. Сіздер ол 400 сөзді алдымен аударып көріңіз өзіңіз. Көзбе-көз қарап отырып, оқып отырып. Көбісі бізге таныс сөздер. Ал қалған таныс емес, сіз білмейтін сөздерді сөздік қорды пайдалану арқылы аударып алсақ болады. Бірінші, ағылшын тілінде көп қолданылатын 100 сөз. The, be, to, of, and, in, that, have, I, it, for, not, on, with, he, as, you, do, at, this, but, his, by, from. Достар, барлығын оқымай-ақ, бір қатарын ғана оқып қояйын, иә? Қарап отырсаңыздар, бұның ішінде көп сөздер өзімізге таныс. Осыны жаттап алыңыздар. Келесі, ағылшын тіліндегі танымал 100 зат есім. Time, year, people, why, day, man, thing, woman, life, child, world, school, state, family, student, group, country, problem, hand, part, place, case, week, company, system. Достар, қарап отырсаңыздар, барлық сөздер таныс. Time, уақыт, year, жыл, people, адам, day, күн, woman деген әйел адам, world, әлем, school, мектеп. Міне, қарап отырсаңыздар, барлығы таныс сөздер. Соңына дейін оқыңыздар. Келесі, ағылшын тіліндегі танымал 100 етістік. Be, have, do, see, go, can, get, would, make, know, will, think, take, see, come, could, want, look, use, find, give, tell, work, may, should. Келесі, төртінші қатарда бұл ағылшын тіліндегі танымал 100 сын есім. Old, new, good, hack, old, great,
big, American, small, large, national, young, different, black, long, little, important, political, bad, white, red, best, right, circle, only, public. Достар, міне қарап отырсаңыздар, осы 400 сөздің ішінде почти бір 300 сөзі бізге анық күнделікті қолданылатын сөздер. Ал қалған 100 сөз дейік мысалға, бізге таныс емес сөздер. Осы 400 сөзді сіздер жаттап, көзбен жаттап, оймен жаттап, миларыңызға сақтап алсаңыздар, ағылшын тіліндегі кез келген мысалға тексттерді аудара бересіздер. Әрине бұлар ғылыми түрдегі нәрселерде емес, тек қана мектепте кездесетін, мысалға күнделікті ауызекі тілде кездесетін тақырыптарды аудара аласыздар. Достар, соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің берген ақпараттарым пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, және қоңыраушаны басуды да ұмытып кетпеңіздер. Сіздер қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің шыққан әрбір сабағымды, әрбір видеороликтерімді жіберіп алмай көретін боласыздар. Достар, сау болыңыздар. Көп рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге тағы да. Айтпақшы, қандай ой мазалап жүр мысалға ағылшын тілінде. Нені білмейсіздер, соны пікірге қалдырып кетсеңіздер, мен сіздерге міндетті түрде ол тақырыптарды шығаратын боламын. Goodbye, my friend. Bye-bye.